Сәлеметсіздер ме, қадірлі тыңдармандар? Дені саудың жаны сау, дейді халқымыз. Шынында да адам ағзасының дұрыс дамуы мен өмір сүру қабілеті тірек қимыл жүйесінің саулығына тікелей байланысты. Сондықтан бүгін біз адам анатомиясындағы тірек қимыл жүйесінің құрылымын мен қызметін қарастырамыз. Бұл жүйенің әр бөлігі, қаңқа мен бұлшықеттер, бір-бірімен тығыз байланысқан. Олар тек қозғалысты қамтамасыз етіп қана қоймай, бүкіл ағзаның өмір сүруін қамтамасыз етеді. Сізге сұрақ: сіздер ересек адамның ағзасында қанша сүйек бар екенін білесіз бе? Тірек қимыл жүйесінің бірінші бөлігі қаңқа. Ересек адам ағзасында шамамен 206 сүйек бар. Жаңа туған нәрестеде сүйек саны одан да көп болады, шамамен 270-тей. Осы келе кейбір сүйектер бірігіп біртұтас сүйекке айналады. Бұл табиғи даму процесі. Қаңқаның негізгі қызметтері: денені тік ұстап, оған мықты тірек болу, ішкі мүшелерді қорғанышқа алу, қозғалысты қамтамасыз ету. Қызыл сүйек кемігінде қан жасушалары түзіледі. Сонымен қатар, сүйектерде кальций мен фосфор сияқты минералдар жиналып, ағзаға қажет кезде пайдаланады. Сүйегі асылдың өмірі ұзақ дегендей, сүйектің мықтылығы адамның денсаулығының кепілі. Қаңқа өздігінен қозғала алмайды. Қозғалысты бұлшықеттер атқарады. Адам ағзасында 600-ден астам бұлшықет бар. Бұлшықеттердің жалпы салмағы адам дене салмағының 40%-ын құрайды. Бұлшықеттердің негізгі қызметтері: қозғалысты қамтамасыз ету, денені белгілі бір қалыпта ұстау, жылу өндіру. Бұлшықеттер жиырылған кезде энергия бөлінеді. Ішкі мүшелерінің жұмысын қамтамасыз ету. Мысалы, жүрек бұлшықеті қан айдайды, асқазан бұлшықеттері тағамды қорытады. Бұлшықеттер сүйекке сіңірлер арқылы бекиді. Олар жеке жүйесінен келген пәрмен бойынша жиырылады немесе босаңсиды. Нәтижесінде біз жүреміз, жүгіреміз, секіреміз, еңкейміз және түрлі әрекеттерді орындаймыз. Қазақта қозғалыс өмір өзегі деген нақыл бар. Шынында да қозғалыссыз өмір сүру мүмкін емес. Егер қаңқаны үйдің іргетасына теңесек, бұлшықеттер қабырғасы мен шатырын ұстап тұрған тірек күш. Екеуі бір-бірінсіз өмір сүре алмайды. Қаңқа мықты болғанымен, бұлшықетсіз қимылсыз қалары анық. Ал бұлшықет қаңқасыз тірексіз қалар еді. Құрметті тыңдармандар, біз бүгін адам ағзасының тірек қимыл жүйесі туралы әңгімеледік. Қаңқа мықты қорғаныш әрі тірек, бұлшықет қозғалыстың негізгі күші. Екеуінің үйлесімді жұмысы арқасында біз жүреміз, отырамыз, демаламыз, өмір сүре аламыз. Сондықтан тірек қимыл жүйесінің саулығын сақтау салауатты өмір салтының маңызды бөлігі болып табылады. Қазақта жаныңа саулық тілесең, денеңді шынықтыр деген қанатты сөз бар. Біріншісі, дұрыс тамақтану. Сүйектерге қажетті кальций, д дәрумені, фосфорға бай тағамдарды жеу. Екіншісі, спортпен шұғылдану. Күнделікті жаттығу жасап, бұлшықеттерді шынықтыру. Ал үшіншісі, денені дұрыс ұстау. Омыртқа мен буындардың саулығына мән беру. Дұрыс отыру, дұрыс жүру. Дені сау ұрпақ елдің ертеңі деген сөз бар. Сондықтан әрқайсымыз денсаулығымызға жауапкершілікпен қарауымыз қажет. Келесі сұрақтар бүгінгі өткен материалды қаншалықты жақсы меңгергендеріңізді тексеруге арналған және білімдеріңізді бекітуге көмектеседі. Ересек адам ағзасында қанша сүйек болады? Бұлшықеттердің қандай қызметтері бар?
Сүйектер неге минералдар қорын сақтайды деп ойлайсыздар? Баршаңызға тыңдағандарыңыз үшін үлкен рахмет. Күніңіз сәтті өтсін.